Алдыңғы біздің офлайн курсымызға қатысып үлгермегенде және де ол сабақты практика жасау үшін, көбірек практика істеу үшін осындай видео курс түсіруге шешім қабылдадық. Курстың қазіргі бізде болып жатқан сабақтар онлайн сабақ болғаннан кейін, онлайн сабақта кейбір уақытта оқушыларымыз интернет болмай қалады, свет болмай қалады деген басқа нәрселер болады. Біздің болып жатқан сабақтарымыз запись ретінде жіберсек, оқушыларға да ыңғайлы, өзімізге де ыңғайлы болғаннан кейін записьті қалай жасау керегі байланысты бір курс жасауға шешім қабылдадық. Ол курстың тақырыптары осылар. Біз алғашқыда OBS дейтін программаны жасауды үйренеміз. Қазіргі сабақта осы OBS, кейінгі видео монтаж, YouTube канал жүргізу, Telegram канал жүргізу және де Google компанияның программаларын қолдануды үйренеміз. Бүгінгі сабағымызда бізде OBS сабағы. Бірінші сабағымыз OBS программасы. Сабақ жоспары бойынша бүгін сценаны қалай ашу керек, захват экраны қалай жасау керек, захват камера қалай жасау керек. Одан кейін біздің істеген видеомыз вывод қалай шығару керек, яғни результат қалай көру керек, және шорткаттар. Шорткаттар менің ойымша кішкене ерте. Вывод жасау осы нәрселерді үйренеміз. Бұл жерде бізде қазір теориямыз бітті, енді практикаға кірісеміз. Практика мынандай OBS дейтін программа установка жасау тұрған болу керек. Барлықтарыңызда алғашқы ашылған кезде осындай бетте ашылып тұрады, ең алғашқы сцена болып тұрады. Және де екінші жасауымыз керек нәрсе, біз OBS-ті настройка жасауымыз керек, барлығымен запись жасамай тұрып. Сол настройка жасауды үйренеміз. Источники деген жерде добавить деген кнопка басқан кезде ең алғашқы бірінші захват экрана дейді. Басқа да әртүрлі захваттар бар, браузерда, источниктерді, изображениялар немесе презентация деген нәрселерді. Бізге ең оңайы, ең бастапқысы захват экраны, яғни экранымызда болып жатқан бүкіл нәрселерді захват жасайды. Осыны басамыз, мына жерде ештеңе өзгертпей окейді бассақ, міне. Так, бізде егер екі дебет одан да көп экран болса, HDMI-мен байланысқан мына жерде сол экран таңдайсыздар. Болмаса осы бірінші экран таңдайсыздар, окей басасыздар. Мына біздің экран. Бірақ біздің экран қазір мына жақта мынандай зебра сияқты мынандай неде шығып тұр. Бұл не деген сөз? Біздің экранымыз үлкейіп кеткен, ана қызыл регионда өзгерту үшін ең шетіне апарып, былай стап кішірейтсек, осылай кішірейеді да, артына алып келеміз. Яғни мына жақ әлі көрінбейді. Яғни біздің экранымыз жартысы әлі көрінбейді деген сөз. Сол үшін бұны да кішірейтеміз. И ровно мына облысқа қоямыз. Сақталатын облыс, біздің қара облыс сақталатын болып тұр. Соған максимум, яғни біздің сақталған видеомыз максимум экранда сақтап алсын. Мынау өз-өзін қазір бүйтіп көрген екен, осында қазір не болып тұр, көрсетіп тұр. Екінші жасайтын нәрсеміз бұл жерде камераны қосу, яғни мұғалімнің түрі көріну. Мұғалімнің түрін көрінуіне байланысты екі түрлі ойда болады. Біріншісі, мұғалімнің түрі қажет емес дейді, екіншісі қажет дейді. Ол жерде екеуі де дұрыс. Просто сіздер беретін оқушыларыңыздың жасына байланысты. 8-9 классқа дейін оқушылар мұғалімнің түрін көргісі келеді. Олардың интонациясын, эмоциясын көріп, солай сабақты оқуға үйренген екен. Екіншісі, мұғалімнің түрі көру қажет жоқ. 10 класс, 11 класс, 1-2 курстар. Сол біздің колледжге арналған болса, Жамбыл инновация колледжіне, онда бізде түрімізді көрсетуіміз қажет жоқ. Бастапқыда таныстық үшін көрсетуге болады, бірақ ары қарай менің ойымша оны көрсету қажеті жоқ. Өйткені бізге ол оқушыларымызға маңызды информация, біздің түріміз емес. Сол үшін өз-өзіңіздің бірінші курс кімге арналған, соған байланысты жазсаңыздар болады. Так, добавить деймізді, мұнда устройство захвата видео дейді. Яғни бұл жерде мұна камераның значогы тұрады, осыны басамыз. Мұнда камера деп өзгертсек те болады, немесе өзгертпесек те болады. Өзгертсек, кейін қайсысы не отқанын өзімізге ыңғайлы болады. Окейді басамыз. Мұнда устройствода, егер компьютерімізде басқа да бір камералар қосылған болса, мұна списокте шығады бөлек камералар. Бізде болмағаннан кейін тек қана не істейді, компьютердің камерасын ғана көрсетеді. Осыны басамыз. Міне, бізді көрсетіп тұр. Енді қараңыздар, неде пресет деген бар. Мысалы, мен артында керек емес мынау заттар көрсетіп тұр. Осымен былай кішірейтсек, тек қана кішірейіп, мен түрім ғана көрінеді. Осылай менің ойымша ыңғайлы болады. Бэкграундта бос емес нәрселер көрсетіп. Немесе бэкграундыңыз әдемі болса, былай көрсетсеңіздер болады. Мен жағдайымда қатты студия ретінде жасалмағаннан кейін, мен былай кішірейтіп, тек қана өзім түрім көрінетіндей қылып жасай аламын. Окейді басам. Мұны көрініп тұр. Мынау біздің экран. Мынау камера. Енді біздің экранымыз мынандай үлкендік болғанмен, оның жартысын камера ұстап тұр да. Камераны кішірейту үшін тағы да бағанада шетін басып осылай кішірейтеміз. Енді видеода камераның тұратын жерін таңдаймыз. Қазіргі таңда менде мынау үстінде тұр.
шетіне қойсаңыздар болады, астына қойсаңыздар болады. Әр видеода әртүрлі разнообразие жасамын десеңіздер, әр жерге қойсаңыз, ортасына қойсаңыздар болады. Бала тек қана сіздерге қарасын десеңіздер. Көбінесе былай оң жақта шетте тұрады. Болды. Енді камераға байланысты тағы бір нәрсені көрсеткім келіп тұр. Алдыңғы сабақта көрсетіп үлгермедік. Камераның оң жағының басына фильтр дегенге кірсеңіздер, стандарт мынандай 4 бұрышты болады. Бірақ фильтр арқылы біз камераның несін өзгерте аламыз? Маскасын өзгерте аламыз. Ол қалай? Мына жақта фильтр эффекті плюсті бастырып, мына жақта маска изображение деген таңдауға болады. Әртүрлі варианттар, хромаки әртүрлі вариант жасауға болады. Бірақ бізге ол қазір қажет емес. Ол нәрселер ең керектісі мынау маска изображение деген басамыз. Окейді басамыз да, мұнда маскаға обзор жасаймыз. Менде алдын ала жасалған 2 маска бар. Екеуінде қазір көрсетемін. Мысалы, бірінші маска мынандай. Ортасында ақ болу керек, артқы жағы қара болу керек. Open басқан кезде мына жерде цвет, яғни ақ цвет жоқ болып кетеді, қара болады. Менің маскам осындай болады. Окей деймін да, сонда шетте тұрған кезде менікі мынандай круглый болады. Әдемі емес па осылай, мынаны былай шетте қойып қойсақ болады. Мына жерде шықса шыға берсін, бірақ бізде камерамыз мына жерде тұр ғой. Осылай әдемі болады деп ойлаймын. Кез келген нәрсені фильтрді жасауға болады. Мысалы, маскада менде екінші дайындалған бір маска бар. Санандай колледжіміздің логосын жасалған маска. Осында бассақ, закрептесек, міне осындай болады екен. Яғни кішкене болса да колледждің несі логосы көрінді. Мына жерде жасыл ретінде де көрсетуге болады. Бірақ қазір бізде осындай болып тұр. Прям патриотично шығады видеоларыңыз, егер қызық болса. Үшінші қарайтын нәрсе мынау микшер аудио деген, бұл микрофон. Мұны микрофон қазір жүргеніне байланысты көрсеңіздер, менде қазір әр компьютердің өзінің характеристикасы әртүрлі болуы мүмкін, және бөлек бір звуктар болуы мүмкін, немесе компьютердің вентилятор айналған кезде звуктар жазылуы мүмкін. Сол үшін егер сіздерде микрофон болмаса, компьютердің өзінің ішіндегі устроенный микрофон қолданатын болса, бөлек бір звуктар болуы мүмкін. Сол үшін сіздерге мынандай бір микрофон алғандарыңыз дұрыс. Бұлай көрсетсем, мынандай петличка деп аталады. Мынандай болады, үстіне қосылады. Мысалы, мен қазір осы микрофонмен звукты жазып жатырмын. Қазір бұл микрофонды шығарып, компьютердің звугымен қалай жасалатынын тексеріп көрейік. Компьютердің звугымен қазір осылай жазылады. Кішкене басқаша болған сияқты, оны қазір тексеріп көреміз. Және внешний звуктарды, шумды, далада шумдар бәрі жазылады. Мына микрофонмен тек қана адамның дауысы ғана жазылады, және кедергі болмайды. Видеоурокта түсірген кездегі кейбіреулер айтады, 50% звукқа да маңызды дейді. Даже кейбіреулер одан да көп дейді. Сіздің картинаңыз әдемі болуы мүмкін, күшті маска қойып қоясыз, презентацияңыз күшті, бірақ звукты естілмесе қиындау да. Мысалы, киноны көретін адамдар білет, киноның звугы анық болмаса, қанша әдемі болса да қиын болады восприятие. Поэтому звукқа да қатты көңіл бөлу керек. Мына жерде мынау сарыға дейін жеткені дұрыс. Егер қызылға жетіп жатса, яғни мен звугым қатты шығып жатыр, немесе микрофон жақын болып тұрмаған. Сол үшін мынаны кішкене кішірейтумен болады. Громкості сөйтіп болса байқауымызға болады. Менің жолымда қазір барлығы жақсы болып тұр. Бұл жақты өзгертпейміз. Настройка жасадық. Настройка жасадық. Енді тек қана маған начать записьті басу ғана қалды, бірақ оға дейін бізде презентациямызда не болды? Вывод болды. Вывод деген біздің қазіргі жасаған жұмысымыз қай жерде сақталады, соны көріп алуымыз керек. Мысалы, ол үшін Windows болса сіздерде файл деген тұрады, Mac-тарда мынандай OBS деген преференске кіресіздер. Файл настройка деген осы жерде тұрады. Енді вывод деген тұрады. Выводта путь записи мына жерде менде жазылып тұрады. Путь запись менде қазір Movies дейтін, Mac Movies дейтін папкада тұрады. Егер осы папкада тұра берсін десе, қалдырсаңыздар болады, немесе обзорды басасыздар, өздеріңізге ыңғайлы бөлек бір папканы ашасыздар, көбінесе десктоп дейсіздер да, мына жақта жаңа файл ашып, видео уроки деп, окейді басып, осы папкаға open деп істесеңіздер болады. Сіздің бүкіл сақталған папкаларыңыз, видеоларыңыз осы папкада сақталады. Енді мына жақта басқа да настройкалары бар. Бұларды қазір мен ойымша өзгертудің қажеті жоқ. Бірақ егер өздеріңізде бір опытный пользователь болсаңыз, өзгертсеңіздер болады. Аудио, видеоныкі, горячий клавиши деген нәрселер болады. Осы жерде настройка жасаңыздар болады. Так, вывод жасадық, барлық настройка істеп болдық. Мысалы ретінде бізде бір мына жақта презентациямызды дайындап қояйық. Презентациямызды ашамыз.
Так, енді мен начать запись деймін, немесе бұны свернуть етіп қойсам да болады да, баларым. Енді бұл, мне кажется, Mac-тардың функциясы сияқты, Windows-тарда бар ма, жоқ па білмеймін, үстіне тұрады. Осыны басып, начать запись деп басасам болады. Немесе, в общем, бәрінде көрінетіндей жасай салайық. Начать запись басталды. Мына, менде запись басталды. Запись болып жатыр. Қазір мысалы мен сабақ түсіндіріп жатырмын. Вот, қош келдіңдер құрметті оқушылар. Менің еркім осындай. Бүгінгі сабағымыз осы. Келесі сабағымыз мынандай дейміз да. Ең алғашқыда мен бірінші бұны жасағаннан кейін пауза жасап, осы записьті бітіріп тексеріп аламын. Өйткені сізді бір сабақ 40 минут түсіргеннен кейін барып соңында тексеріп, звук не то болып қалыпты. Менің түрім көрінбей қалыпты деп болмайды. Менің ойымша енді ысырап болады да. Сол үшін бірінші осыны запись жасап, видеороликтер ашып, видеоны бір ашып тексеріп аламыз. Тексереміз, экранды тексереміз, барын тексереміз, микрофон барлығы дұрыс болғаннан кейін запись бастаймыз да, кеттік. Мына сабағымыз 5-ші біздің сабағымыз осындай, тақырыбы осындай, мынандай жоспарлардан тұрады. Ал енді кеттік, практикаға кетеміз дейміз да. Мынаны жауып, барақта практика жасаймыз. Осындай болды, анау-мынау, туда-сюда деймін да, остановка запись деп сабағымыз.